Батыл есек. Есек ұзақ жыл жүк таси арып әбден қалжырапты. Бұл азаптан құтылудың амалын ойлапты. Bir күні ол өзімен бірге жолдас болып жүк тасып жүрген түйеге: «Ей түйе, мен жүк таси арқам тесіліп әлім бітіп өлердей қажыдым. Жон терімнің тамтығы қалмады» дейді шағынып. Бұған түйе өз жағдайын айтады: «Мен де оңып жүрген жоқпын. Кел ендеше екеуміз жолдас болып қожамыздан қашып кетейік те өз ойымызға келген істеп өз бетімізше еркімізбен өмір сүрейік» депті. Бұдан басқа бір амалын таба алмаған түйе біраз үндемей отырады да ойланыңқырап барып солғындау жауап қайырады. Расында да қожамыздың нәшәргісі екені анық. Тыным таптырмай жұмсай береді. Күтіміміз де жоқ. Сенің бұл айтқаныңды мен қостаймын. Ал сонда қалай қайтып қашамыз? Есек бұл іске әлде батыл жетпей тұрған түйеге ақыл айтып қайрай түседі. Қалай қашудың жөн екенінің жай жапсарын мен алдын ала ойлап қойғанмын. Оған қам жеме. Ертең қожамыз екеумізге тұз артады да базарға алып жүреді. Бастапқы кезде біз оның айдағанына көніп тыныш жүре берейік. Одан әрі таудың үстіне шыққан соң титықтап болдырған боламыз да жол жиегіне қылжиып құлай кетеміз. Содан орнымыздан тұрмай қоялық. Қожамыз бізді қарғап сілеп таяқтың астына алатын анық. Жемей жүрген таяғымыз ба шыдап бағайық. Қанша сабаса да орнымыздан тұрмай жатып алайық. Әбден шаршаған соң қожамыздың өзі тоқтайды да бізді тастап басқа көлік алып келу үшін үйіне қайтып кетеді. Біз айдалада оңаша қаламыз. Тек тұяғың берік болса болғаны, қайда кетем десең де еркің өзіңді қалаған жағыңа жүре бер. Есектің тапқырлығына түйе қуанып кетеді. Жаным-ау, мынауың нағыз табылған ақыл екен. Данышпансың ғой өзің. Ебіңе лайық қисың деген осы. Тура сенің айтқаныңды бұлжытпай орындауға мен әзірмін деп уәде береді. Осыған сөз байласқан есек пен түйе келесі таңның атуын асыға күтеді. Таң сарғай батып келе жатқанда қожалары тұрады да есек пен түйеге қап тұз артып қаланы бетке алып алыс жолға жүріп кетеді. Түйе мен есек жарты жолға дейін бір қалыппен бұрынғысынша жүріп отырады. Түйе алдында, есек артында тізбектеліп келе жатады. Ең соңдарында қолына таяқ ұстаған қожалары көліктердің жүрісін тездете түспек болып ысқыра айдақ қояды. Осы жүріспен таудың үстіне шыққаннан кейін түйе мен есек қалжырап болдырған болып тәлтіректей басып жығыла кетеді де орындарынан қозғалуға шамалары келмегендей жатып алады. Бұған қожасы кіжініп: «Өй оңбаған жалқаулар, жатып ішер арам тамақтар. Жон терілеріңді сылып тұрып көздеріңе көк шыбын үймелетем. Тұрыңдар тез» деп тебініп бақырап балағаттайды. Түйе мен есек қожасының сөзіне былқ етпейді. Қалжыраған болып жата береді. Қожасы ызаға булығып көліктерді таяқтың астына алады. Сөйтіп түйеге 30 таяқ соғады. Сонда да былқ етпейді. Ал 40 таяқ дегенде түйе бақыра ойбайын салып орнынан ұшып түрегеледі. Солай ма екен оңбаған жалқау? Саған әлде қашан осылай істеу керек еді дейді де қожасы енді есекті таяқтауға кіріседі. Есекке 40 таяқ соғады, сонда да былқ етпейді. Одан кейін 50 таяқ соғады, сонда да қыңқ етпейді. 60 таяқ соғады, есек қозғалмайды, жатқан орнында жата береді. Ақыры қожасы бұл расында да қалжыраған екен деп істің қиынға айналғанын байқайды. Содан кейін есектің өлетін түрі бар деп ойлайды. Бұл жол жөнекей тап болған қаза ғой, амал қанша. Содан кейін есектің үстіндегі жүкті түсіріп түйеге артады да сол жерге есекті тастап жолға шығады. Өз жүгінің үстіне есектің жүгі қоса артылған соң түйе аяғын зорға басып белі қайысады. Есекті қарғап сілеп қатты күйінеді. «Арам қатқыр, серек құлақ, сенің тіліңе еремін деп қаншама азап көріп таяқ жедім. Онымен қоймай сен көтеріп келе жатқан жүкті де үстемелеп маған артты» деп қайғырып кете барады. Есек қожасы түйені жетелеп бір қырдан асып кеткенше орнынан қозғалмай жатады. Олардың қарасы көрінбей кеткен соң барып орнынан тұрады да дала кезіп қаша жөнеледі. Сол бетімен тоқтамай 3 күн бойы жол жүреді. 3 таудан асады, 3 алқаптан өтеді. Ақырында Тентек өзенінің жағасындағы кең алқапқа жетеді. Сондағы қалың тоғайдың іші қою көлеңке екен. Шалғында алаңқай ұнайды да сол жерде мекендеп тоқтап болады. Бұл тоғай өз маңына жан жолатпайтын айбарлы бір жолбарыстың тұрағы екен. Bir күні жолбарыс өз мекенінің маңайын аралап серуендеп қайтуға шығады.
Таң ата орнынан тұрады да түс кезінде бір алқапта жайылып жүрген есекті көреді. Есек құйрығын шыпшаңдата қағып, емін еркін жайылып жайбарақат тұр екен. Бұл осы күнге дейін мен көрмеген не қылған аң болды екен деп ойлайды жолбарыс. Өзі топалдау, көсеу құйрық есекке таңдана қарап, сол кезде өзіне тесірейе қарап тұрған жолбарысты көрген есек есінен тана қорқып үрей ұшады. Ажалым жеткен екен деп ойлайды қалшылдап. Бос көлмейін, амалдап қарсыласайын. Бұл үрейлі жыртқышқа өзімнің батылдығымды танытып білейін. Есек өзін өзі осылай қайрайды. Содан кейін құйрығын шайыншылта көтеріп алады да құлағын қағып беріп бар даусымен әқіріп қоя береді. Оның ащы айғайынан шошынған құстар шулап көкке көтеріледі. Секем алған жолбарыстың көзі қарауытады. Айналасы бұлдырап кетеді. Содан жалп бұрылып кейін қарай бар пәрменімен зытады. Артына бұрылып қарауға да мұршасы келмейді. Тілі салақта бырсылдай қашып келе жатқан жолбарысқа жолда қасқыр жолығады. Құты қашқан ұсқын көріп, соншама кімнен қорықтың жөке деп сұрайды қасқыр таңданып. Бұрын өзім көрмеген аса айбарлы бір аңнан секем алып қашып келемін. Ондай қорқынышты аң бұл дүниеде жоқ шығар. Құлағының орнында қанаты бар. Бас дегенің қазандай, ақырғанда даусынан жер сілкініп, көк жарылғандай. Сабыр ет дейді қасқыр басып айтып. Кездескенің есек деген айуан болып жүрмесін. Сенің айтуыңша ұсқыны соған келеді. Ал қазірше деміңді ал, жүрегіңді орнықтыр. Ертең екеуміз барып, арқан құрып оны ұстап аламыз. Келесі күні қасқыр арқан тауып келеді. Bir ұшын жолбарыстың мойнына, bir ұшын өзінің мойнына байлайды. Сөйтіп екеуі есек жайылып жүрген әлаңқайға қарай бет алады. Қасқыр алда, соңында оның қалқасына тығылып жолбарыс келеді. Есек бұларды алыстан көреді де аузын кер ашып, бұрынғыдан да күшті дауыспен ақыра бастайды. Үрейленген жолбарыс тартыншақтап шегіне түседі. Қасқырға ашу шақырады. Ей жарқыным, сенің мені мына сұмырайға ұстап беріп, жем қылғалы әкеле жатқаның белгілі болды деп артына қарай жұлқи тарта жөнелгенде, қасқырдың басы арқанға шырмалып қалып, біраздан кейін мойны үзіліп өліпті. Сол бетімен жолбарыс тынысы бітіп, жатағына жеткенше жүгіріпті. Ентігін баса алмай алқынып отырғанда жолбарыстың қасына бір сауысқан ұшып келіпті. Ол шықылықтап, секеңдей жорғалап, бұтақтан бұтаққа қонады да жолбарыстан болған оқиғаны түгел сұрап біліпті. Содан кейін жөке сабыр етіп демала тұр. Мен сол алаңқайға ұшып барып келейін. Қандай жыртқыш екенін, не істеп жүргенін байқап қайтайын. Барлап көріп білгенімнің бәрін саған келіп айтайын. Сен осында тоса тұр дейді да ұша жөнеледі. Сауысқан тоғайдың есек жүрген алаңқайына ұшып келеді. Есек сауысқанның қалбалақтап келе жатқанын алыстан көреді. Оның хабаршы екенін сезіп, төрт аяғын тарбита серейіп өлген болып жерге аунай кетеді. Мұны көрген сауысқан жазым болған екен деп ойлап, әй-шайға қарамастан тіптіке есектің үстіне шүйлі түнетті, жорғалап алдартын шолып шығады. Ол жолбарысқа бұл қаһарлы жыртқышты өзім өлтірдім деп мақтанудың сылтауын іздеп өзінше амал ойлай бастайды. Сөйтіп жүргенде жерде жатқан бидайдың бір түйір дәнін көзі шалады. Оны шұқылағалы тұмсығын соза бергенде сорға инеп сүрініп кетеді, басы есектің тірсегіне ілініп қалады. Сол заматта өліп жатқан есек тіріліп кетіп, сауысқанды тірсегімен қысып алады да құйрығымен сабалай береді. Сабап түтесін шығарады. Сауысқанның жұлынған жүні бұрқырап, алаңға қаптап басып кетеді. Дәрмені кетіп, әлі біткен сауысқанды теуіп көп бергенде есікпен төрде жерге ұшып түсіпті. Орнынан зорға түрегелген сауысқан сәл жоғары көтеріліп, төменге бір қарайды да өзіне өзі өкіне шықылықтаған бойы үфіліп, ахлап, бір жамбастай қиқалақтап ұшып кері қайтады. Сол бетімен жолбарысқа жетеді. Алыстан айғай салып, ойбай жөке, жаныңның барында бұл тоғайдан тез жоғал. Қарғыс атқыр бір оңбаған айуан екен, қанаты бар, мені ұстап алып сабап, жарымжан етіп жіберді. Абайла, менің күнім сағанда келіп жүрмесін дейді бажылдап. Мұны естігенде жолбарыстың зәре құты қалмайды. Жан жағына алақтай қарап, алдартына қарамастан қаша жөнеліпті. Сол қашқан бойы күні түні жортып, жалпақ бір көлдің бойындағы қалың қамысқа жетіп, сондағы қопаны паналапты. Ешкімге көрінбей, жалғыз өзі ғана оңаша жүріп, сол қамыс арасын мекендепті. Сөйтіп батыл есек жауларынан құтылып,
қалың тоғайдың кең алқабында еркін өмір сүріпті.